Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен айраннан панкейки дайындайтын боламыз. Өте тез әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы 2,5% айранымыздың үстіне 4 ас қасық қант саламыз. Егер одан да дәмдірек болғанын қаласаңыздар, онда көбірек салсаңыздар да болады. Соның үстіне 2 ас қасық күнбағыс майы, 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде дәміне қарай тұз салуды да ұмытпаңыздар. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Яғни біздің массамыздың ішінде іртік болмауы тиіс. Видеода көрсетілгендей не қатты сұйықта емес, не қатты қоюда емес болуы қажет. Дайын болған массамызды қызып тұрған табада орташа отта қызарғанша пісіреміз. Оның піскенін бетіне тесіктер пайда бола бастағанда байқайсыздар. Қалай тесіктер пайда бола бастайды, келесі бетіне аударасыздар. Видеода көрсетілгендей қылып, панкейкиларымызды екі жағынан осылай пісіріп аламыз. Менде осы массадан 20 шақты панкейки шықты. Міндетті түрде балдарыңызға дайындап көріңіздер. Арасына варенье, мед, қаймақ немесе сгущенка жағып берсеңіздер де болады. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.